Сәлеметсіздер ме оқырмандарым? Сіз демалыстың 7 түрі болатынын білесіз бе? Олай болса сіздермен бөлісейін. Бірінші, эмоционалды демалыс. Оған күнделік, жылау, терапия, ақылды қыз болуды тоқтату жатады. Екінші, физикалық демалыс. Тыныс алу, еш нәрсе жасамау, медитация, таза ауа. Үшінші, сана демалысы. Тыныштық, күнделік жазу, жайлы музыка, жұмыстан бірнеше уақытқа алшақтау. Төртінші демалыс, әлеуметтік демалыс. Қаламайтын адамдармен араласуды тоқтату, жалғыздық, жануарларды қызықтау, табиғатқа шығу. Бесінші, сенсорлық демалыс. Ұялы телефон, компьютер, жасанды жарықты қолдануды уақытша азайту. Алтыншы, духовный демалыс. Алғыс айту, медитация. Жетінші, креативті демалыс. Жаңа сезімдер, жаңа тәжірибе, жаңа әсер, қызықты ойындар. Сіз қандай демалыс түрін ұмытып жүрсіз? Тез арада қажет бөлігін қолданып бастаңыз. Ақпараттар пайдалы болса, арнамызға жазылып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бақытты жандар қатары көп болсын.